Халқымызда көне кезден бүгінге дейін келе жатқан ұлттық бұйымдар жетерлік. Соның бірі қамшы. Ерліктің, ерен күштің, қайсарлықтың белгісі, ер қаруы бес қарудың қызметін қапсыз атқарған. Қамшы бұйымының қасиетін бүгінде жас буынның бірі білсе, бірі білмейді. Қазақтың салт дәстүрінде қамшыны ұстау мен қолданудың тәрбиелік мәні, ережелері болады. Мұны да білген жөн. Қамшы әрдайым оң қолға ұсталу керек. Жайшылықта қамшыны екі бүктеп ұстайды. Қамшы өрімін салбыратып ұстау дұшпандық, әдепсіздік белгісі деп танылған. Сондай-ақ жөн, жол көрсеткенде де саусақпен емес, қамшымен нұсқайтын болған. Қамшыны сыйға тартқан кезде кісінің қолына ұстатпайды, жерге тастайды. Оның мәні береке құт бірге кетпесін, ұшығы жерде қалсын, салмақты жер ғана көтереді дегендігі. Қазақта қамшы ұрлау үлкен қылмыстың бірі саналады.